Ұлт пен ұлыс өкілдерінің татулығы бүгінде көпке аян. Келесіға 1 мамыр қандай күн? 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Осы мереке жайлы көп айтып беріңізші. Жүр мен саған көрсетейін. Бірінші мамыр Қазақстан үшін ең ірі мерекелердің бірі халықтар бірлігі күні болып есептеледі. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан артық ұлт өкілдеріне ортақ отан болып тұр. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан барлық ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Мен осындай елде тұрып жатқанға қуаныштымын. Жарайсың, Саида.